Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаңа оқу жылы басталды. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Біз ары қарай жалғастырамыз. 8-ші сынып геометрия пәні бойынша 1-ші БЖБ көпбұрыштар, төртбұрыштарды зерттеу бөлімі бойынша. Бірінші есеп: бір төбесінің сыртқы бұрышы 60 градусқа тең дұрыс n бұрышты көпбұрыштың бұрыш санын анықтаңыз. Мен мына жерде мысал ретінде көрсету үшін салып қойдым. Егер мінекей бір бұрыш 60 градус болса, сыртқы бұрышы, онда ішкі бұрышы 120 градус болатын еді. n бұрышты көпбұрыштың бұрыш санын анықтаңыз дейді. Мынау бізде 180 градус n-2 бұл көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын береді. Енді қараңыздар, дәл осындай 120 градустан тұратын n бұрыш бар. Сонда 180 градус көбейту n-2 тең болады 120 градус көбейту n-ге. Неге 120 градус көбейту n деп алып отырмын? Себебі n бұрышты болғандықтан дәл осындай бұрыш саны n штук деген сөз. Мысалы, n 3-ке тең болса, онда оның 3 бұрышы болады. n 4-ке тең болса, оның 4 бұрышы болады. n 5-ке тең болса, онда оның дәл сондай 5 120 градустан бұрышы бар деген сөз. Ары қарай осы өрнекті жазамыз. Яғни аны шығарып жатырмыз. 180 градус көбейту n минус 182-ке көбейтемін 360 градус тең болады 120 градус көбейту n. Кәдімгі теңдеу, n барларды бір жаққа топтаймын. 180 градус көбейту n минус 120 градус көбейту n тең болады 360-та қарама-қарсы таңбамен оң жаққа шығарамын. 180-нен 120 аламыз, 60 градус көбейту n тең болады 360 градус. n-ді табу үшін 360-ты 60-қа бөлеміз 6. Демек, 6 бұрышты көпбұрыш екен. Яғни 6 бұрыш деген сөз. Енді келесі бысын есептейміз. Бысында айтады: ішкі бұрыштарының қосындысы 1440-қа тең дұрыс көпбұрыштың қабырғаларының санын табыңыз дейді. Қабырғаларының саны 180 градус дәл осы формуламен тең болады 1440 деп жазамыз. Ішкі бұрыштардың қосындысы. Ары қарай 180 градус көбейту n минус 360 градус тең болады 1440. Ары қарай есептей береміз. 180 градус көбейту n тең болады 1440 градусқа 360 градусты қосамыз. 180 градус көбейту n тең болады 0, 7, 8. 1800 шықты. n-ді табамыз. Сонда 10. Қабырғалар саны 10 болып тұр. Мұқият қарап алыңыздар. Екінші есеп, бізге параллелограмм берілген. Екінші есептің асы. Параллелограммды жақсы білесіздер сіздерді. Қабырғалары қос-қостан параллель. АБСД параллелограммының С төбесінен, мінекей, мына төбеден, С төбесінің биссектрисасы АД қабырғасын 2 см және 6 см кесінділерге бөледі. Биссектриса дегеніміз, мінекей, осы бұрышты, мына бұрышты қақ 2-ге бөлетін кесінді. Мына жерде әрине нақты болған жоқ, бірақ шамамен мына жер 2, мына жер 6 деп алатын. Параллелограммның периметрін табыңыз. Параллелограммның периметрі дегеніміз, бізде параллелограммның қабырғалары, қарама-қарсы қабырғалары теңді. В-сы мен А-ды тең, және АБ мен С-ды тең. Кәдімгі төрт бұрыштың периметрін қалай табамыз? Параллелограммда да дәл солай. Енді қараңыздар. Бізде параллелограммның қарама-қарсы бұрыштары, қарама-қарсы қабырғалары тең. Параллелограммның белгілері бойынша. Енді мына жердегі, байқап тұрсаңыздар, біздер 7-ші сыныпта өттік. Екі параллель түзуді 3-ші түзу қиып өткен кезде бізде бірнеше бұрыштар пайда болады. Мына жерде бұрыш, енді мына жердегі бұрыштар, ішкі айқыш бұрыштар, бұлар тең болатын. Дәл сол сияқты мына жердегі бұрыш, мына жердегі бұрыш тең. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең болса, мына екеуі де өзара тең. Демек, мына үш бұрышымыз қандай үш бұрыш болып тұр? Тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Тең бүйірлі үш бұрыштың табандағы бұрыштары тең. Олай болса, С-ды да 6-ға тең. Сонда периметрі тең болады. 2, В-сы дегеніміз 2-ге 6 қосамыз 8, АВ дегеніміз мінекей С-ға тең, ол 6.
тең болады 2-ні көбейтемін 14-ке 28. Сонда жауабы 28 сантиметр. Енді б-сын қарайық. АБСД параллелограммының А бұрышы 83 градус. Ал оған қарама-қарсы С бұрышы 20х қосу 3 градусқа тең. Белгісіз x-тің мәнін табуымыз керек. Жаңа ғана айттық. Мына А және С бұрышы өзара тең. Сонда былай жазамыз. 20х қосу 3 градус тең болады 83 градус. Ары қарай 20х тең болады 83-тен 3 аламыз 80, х тең болады 4. X-іміз 4-ке тең болып тұр. Үшінші есеп, АВС үшбұрышының әр қабырғасы теңдей 3 бөлікке бөлінген. Егер ОД, ОЕ, ОМ-нің қосындысы 18 болса, онда АВС үшбұрышының периметрін табуымыз керек. Периметр үшбұрыш АВС. ОД, мінекей ОД бізде тең болады АФ-ке. Так, ОЕ дегеніміз тең болады ОЕ тең болады СМ-ге. ОМ тең болады ОМ бізде Е-сіға тең. Асы қабырғасының өзі, мына қабырға, 3 еселенген ОМ-ға тең. АВ қабырғасы тең болады 3 еселенген, АФ қайда? ОД-ға тең. СВ қабырғасы тең болады 3 еселенген, СМ бізде ОЕ-ге тең. ОЕ. Сонда жалпы үшбұрыш АВС-ның периметрі ол бізде тең болады. Асы қосу АВ қосу СВ. Енді қайсының орнына қоямын? Асының орнына 3ОМ қосу АВ-ның орнына 3ОД қосу СВ-ның орнына 3ОЕ. Тең болады. Үшеуінен де ортақ көбейткіш 3-ті жақшаны сыртына шығарам. ОМ қосу ОД қосу ОЕ. Тең болады. Бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Сондықтан қайтадан ОД қосу ОЕ қосу ОМ деп жазып алуға да болады. Сонда 3 көбейту 18, 3-ті 18-ге көбейтсек, 4, 54. Сонда жауабы АВС үшбұрышының периметрі 54 сантиметрге тең болады.